Заңгерлердің айтуынша, жер телімінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы арнайы заң жоқ. Жер қатынастары жөніндегі мемлекеттік органның өкілдері мұның тәртібі 2003 жылы 20 маусымда қабылданған Қазақстан Республикасының жер кодексінің 49-1 бабында көрсетілген дейді. Жер телімдерінің нысаналық мақсатын өзгерту әрине міндетті түрде жер иелері мен жер пайдаланушылардың өздерінің ықтияры бойынша солардың осы бағытта арнайы жазған өтініштерінің негізінде жүргізіледі. Жерді пайдалану барысында жердің орналасқан түбегейлі жоспарлау жоспарына өзгерістер енгізілгенде немесе жерді пайдалану функционалдық бағыт өзгергенде немесе онда тұрған сол жерде тұрған объектінің жаңағы пайдалану нысаналық мақсаты өзгерсе, сонда міндетті түрде жердің нысаналық мақсатын өзгертеді. Жердің нысаналы мақсатын өзгертуге байланысты дау шарғы жиі шығады. Әсіресе бұл Нұр-Сұлтан сияқты күн санап қанатын жайып келе жатқан жас қалаларда көп кездеседі. Бұл түсінікті де. Елорда іргесіндегі ауыл шаруашылығы жерлері шаһар құрамына қосылуда. Енді оларды жеке тұрғын үй салатын жер телімдеріне бөлу үшін заңға өзгерістер енгізу қажет. Нысаналық мақсатын өзгерту үшін 9-шы баптың жаңағы 5-ші тармағына сәйкес тиісті өтеулер төлеу керек мемлекеттің бюджетке. Ол өтеулер екінің бірінің несіне қалтасына сай келмейді, өйткені төлемдер қымбатқа түседі. Сондықтан осы тұрғыда біраз нелер бар, сұрақтар туындалады. Ал әзірге осындай олқылықтарды қуаяқтар Қарахан басының пайдасына жаратуға ұмтылады. Мәселен, жақында жеріңнің нысаналы мақсатын өзгерт берем деген уәдемен Елорда тұрғынынан 1,5 миллион теңге алған делдал ұсталды. Мамандар бұл мәселені арнайы жер комиссиясы ғана шешуге құзырлы екенін ескертеді. Оның құрамына мемлекеттік қызметкерлерден бөлек ұлттық кәсіпкерлер палатасы, мәслихат, үкіметтік емес ұйым өкілдері кіреді. Жердің өзінің белгілі түбегейлі жоспарлау жобасына қарай белгіленген нысаналық мақсатын оңай алып басқа бір неге ауыстыра салу деген біреудің бір заңсыз әрекетінің негізінде ондай мүмкін емес. Жаңағы жеке тұрғын үй құрылысы бағытында ауыстыру деген ол мүлдем мүмкін емес қаланың деңгейінде. Өйткені біздің әрбір шаршы метр, әрбір өзінің аудандары өздерінің алдағы перспектива дейміз ғой, жоспар бойынша 5 жылға бұрын өзінің қандай бағытта пайдаланатыны өзі белгіленген, шешілген. Назар аударатын бір мәселе, жер телімін сатып аларда оның кепілде немесе бұғатта тұрмағанын, жерге қатысты шектеулердің жоқтығын тексеру үшін көпшілік нотариусқа барады. Алайда нотариустың базасы оның барлығын көрсетпейді. Ендеше жер телімін заңды түрде алу үшін неден бастау керек? Ең әуелі клиент сатушыдан халыққа қызмет көрсету орталығы беретін жер телімі жобасының ұзынысын талап ету керек. Бұл 15 жұмыс күні ішінде дайын болады. Екінші құжат, жер кадастры департаментінің базасына алынатын жердің қабаттасу жоқтығы туралы анықтама. Бұлардың бәрі дұрыс болған соң, нотариуста жасасқан сатып алу сату шарты мемлекеттік акт және жеке куәлікпен тараптар халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Халыққа қызмет көрсету орталығы оны 3 жұмыс күні ішінде тіркеуі керек. Бұдан соң азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жаңа қожайынға мүліктің тіркелген жайлы анықтама береді.